Төртінші қара сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғында, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыратұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдық көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Осы жерге дейін бір беттей болады. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасында, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен